Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Қожахметова Арай, Талдықорған қаласындағы дарынды балаларға арналған 3 тілде оқытатын нөмірі 20 арнаулы лицейінің физика пәнінің мұғалімімін. Сіздермен бөліскелі отырған бағдарламам Learning Apps бағдарламасын ұстаздарға қашықтықтан онлайн оқыту кезінде қолдану. Learning Apps бағдарламасына қалай кіреміз? Ол үшін бізге кез келген браузер қажет. Google платформасы арқылы кіретін болсақ, сіздерде мынандай терезе ашылады. Және әр мұғалімнің өзінің жеке парақшасы болу керек. Ол үшін кіру деген батырманы басып, мұғалім өзіне керекті жаңа парақшасын ашады. Ол жерге аты жөнін, email почтасын, паролін ашып, өзінің жеке парақшасын ашады. Және сол арқылы осы сайтқа кіруге болады. Менің өзімнің жеке парақшам болғандықтан мен логин деген жерді басып, сайтқа кіремін. Сайттың жоғарғы жағында 4 функциясы берілген. Олар барлық жаттығулар, жаңа жаттығулар, менің жаттығуларым немесе менің сыныбым көрсетілген. Енді осы жерде жаңа жаттығулар деген жерде сіз бұл жерде өзіңіз жаттығу жасай аласыз. Оқушыға жаттығу құрастыра аламыз. Бұл жерде хронологиялық, цифрлық түрде, ойын түрінде балаға жаттығу құрастыра аласыз. Енді менің сыныбым деген жерге баратын болсақ, бұл жерде сіз өзіңізге сынып аша аласыз. Ол үшін создать новый класс деген жерге барамыз да, керекті сыныбымызды жазамыз. Сыныбымызды жазғаннан кейін, сыныпты сақтағаннан кейін, сіз сол сыныпқа аккаунт енгізесіз. Ол аккаунтты қалай енгіземіз? Создать новый аккаунт деген жерге басып, бізге мынандай кесте беріледі. Сол кестені толтырамыз. Оқушының аты жөнін жазамыз. Одан кейін автоматты түрде сайт бізге логин және паролін береді. Осы логин паролін оқушыға қалай жібереміз? Ол үшін оқушыға жіберу батырмасын басып, берілген сілтемені көшіру арқылы WhatsApp желісіне жібереміз. Оқушы WhatsApp желісі арқылы кіреді және оған қолайлы тапсырмаларды орындауға болады. Келесі, барлық жаттығулар. Бұл жерде әр пәнге байланысты жаттығулар берілген. Мен өзімнің пәнімді таңдаймын, ол физика. Физиканы ашқан кезде физика пәнінің бөлімдері көрсетілген. Осы бөлімнің ішінен өзіңізге керекті бөлімді алып, оқушыға жаттығу жіберсеңіз болады. Менің 4-ші тоқсанда өтіп жатқан бөлімім оптика бөлімі. Ол 8-ші сыныпқа арналған. Оптика бөліміне кіреміз. Оптика бөліміне арналған жаттығулар ашылады. Оптика бөліміне арналған жаттығулардың саны 20-дан астам. Бұл жерде тест жұмыстар және лабораториялық жұмыстар бар. 20-дан астам жаттығудың ішінен сіз өзіңізге керекті және түсінікті жаттығуды таңдап, оқушыға жібере аласыз. Мысал ретінде 2 жаттығуды көрсетейін. Ең бірінші, линзаның түрлері. Бұл жерде ең бірінші сізге алдыңызға оқушыға шығатын бірінші зат, ол тапсырма. Оқушы оны орындап оқып болғаннан кейін жаттығуды орындайды. Бұл жерде линзаның 2 түрін жүктейді. Линзаның фотосы арқылы, түрлерін жүктеу арқылы бала өзінің білімін тексереді. Және оның қате жіберген жерлерін осылай түзету арқылы бала жетістікке жете алады. Келесі, оқушыға қалай жібереміз? Оқушыға мына жерде берілген адрес в интернете деген сілтемені көшіру арқылы WhatsApp желісіне жібереміз. Оқушы WhatsApp желісі арқылы кіріп, тапсырманы орындаса болады. Немесе менің сыныбым деген жердің ішінде статистика деген жерге кіретін болсақ, бұл жерде оқушының тапсырманы қалай орындағаны және проценті көрсетіліп тұрады. Осы жерден көрсек болады. Оқушы мұғалімге кері байланысты қалай жібереді? Кері байланысты
WhatsApp желісі арқылы суретке түсіріп жіберсе болады, немесе жаңағы статистика бөлімінен қарасақ болады. Келесі екінші жаттығуымыз ол бізде тест жаттығуы. Бұл жерде фокустық аралықты табу. Бұл жерде тапсырманың бірақ қана жауабы бар. Оқушы белгілей отырып тапсырманы орындайды. Астында тапсырмаға комментарий беріледі. Келесі тапсырманы орындаған сайын комментарийлер беріліп отырады. Және соңында қанша жауабы дұрыс болғандығы көрсетіледі. Бізде көріп тұрғанымызда 3 сұрақтың 3-еуі де дұрыс. Бұл тестімізді де мына жерден көшіру арқылы WhatsApp желісіне жібереміз, немесе бағанағы сыныптың папкасынан алса болады. Қорытындылай келе, Learning Apps бағдарламасы бұл үй жұмысын беруге, оқушының өз еркімен жаңа сабақты ұғынуына, виртуалды жұмыстарды орындауға арналған өте тиімді бағдарлама. Оқушыға өз бетімен жұмыс жасауға үлкен мүмкіндік береді.